Көршінің үйі өртеніп жатты. Бұны көрген кішкентай қыз анасын шақыруға жүгіреді. Сыртқа ұмтылған анасы көрші үйдің лаулаған от құшағында қалғанын көрді. Ол дереу өрт сөндіру қызметіне қоңырау шалып жатып, сұмдық көрініске куә болады. Іште қалған балаларын ойлап, шыбын жаны қалмай жанталасудың орнына, үй иесі өзінің сүйікті көлігін өрттен алысырақ жерге апару үшін әлек болып жатты. Әйел оның бұл әрекетіне жағасын ұстап үлгермей, ер адам көліктен темір кілтті жұлып алып, қайтадан үйге қарай тұра ұмтылады. Балаларын құтқару үшін терезені шағып, ішке кіруге әрекеттенді. Алайда лаулаған жалынның күштілігі сонша, ол қанша тырысқанымен ештеңе істей алмайды. Көп ұзамай өрт сөндіру көліктері де жетті. Бірақ тым кеш еді. Ер адамның 3 баласы да тірідей жанып кеткен. Полиция тергеу амалдарын бастағанда адам шошырлық жайттың бет ашылады. Бұл тілсіз жау кездейсоқ шықпаған болып шықты. Олар балалар бөлмесінің еденінен тура есікке қарай апаратын бензин іздерін тапты. Ең қорқыныштысы, артқы есік тоңазытқышпен мықтап бекітіліп тасталған. Бұл анық қатыгездікпен қасақана жасалған кісі өлтіру қылмысы еді. Полиция бірден ерлі зайыптылардан өрт болған күні не болғанын сұрап жауап алады. Анықталғандай, ол кезде ер адам жұмыссыз болып, отбасы қарызға батқан екен. Күйеуі үйде бала бағып отырғанда, әйелі отбасын асырау үшін түнгі ауысымда жұмыс істеген. Олардың өмірі астан-кестең еді. Өрт болған түні үйде балаларға бас-көз болуы керек әкесі таң атқанша сауық сайран құрып жүрген. Сондай-ақ әйеліне опасыздық жасағанда анықталады. Бұл жағдай отбасында үлкен жанжалға ұласты. Өрттің мән-жайын толық тыңдаған полиция ер адамның бұрын сотталғанын ескеріп, оның сөзіне сенбеді. Сондықтан келесі күні балаларды жерлеп үйге қайтып келе жатқан жолда полиция оларды күтпеген жерден тоқтатып, әкені өз балаларын өлтірді деген айыппен тұтқындап түрмеге жабады. Санаулы күндердің ішінде өз балаларын аяусыз өлтірген әке туралы хабар бүкіл елді дүр сілкіндіріп қоғамның басты талқысына айналды. Түрмедегі камераластары оны балаларды өлтіруші деп атап кетеді. Сот тағайындаған адвокаттың өзі оған кінәсін мойындауға кеңес берді. Бірақ ер адам өз кінәсін мойындаудан бас тартады. Ал басқа қорғаушы жалдауға оның қаражаты жоқ еді. Көп ұзамай сот күні де жетті. Көрші әйел сот залында ер адамның балаларын құтқарудың орнына бірінші кезекте көлігін аман алып қалуды ойлағанын айтып куәлік береді. Полицияда оның хайуаннан да бетер екенін дәлелдейтін қорқынышты айғақтарды бірінен соң бірін алға тартты. Прокурор сотқа ер адаммен бірге бірнеше күн бір камерада отырған тұтқынды да куәгер ретінде шақыртады. Ол тұтқын айыпталушының өрт болған күні не істегенін бүге-шігесіне дейін айтып бергенін мәлімдейді. Фильмнің атауы «Испытание огнем».